қай уақытта ютубтан качествосын құрып жібереді. Ал екінші метод өте ыңғайлы приложение. Сәлем достар, қалдырың қалай? Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы түн. Қай уақытта қарап отқандарыңызды білмеймін. Бүгін мен сендерге ютубтан қалай видеоны скачать етіп алуды үйретемін. Оның екі түрлісі бар. Мысалға, бірінші түрісі качествосын құрып жібереді, бірақ ол да жаман емес. Мысалға, кез келген видеоны алайық. Мысалы, мына видео жүріп жатыр, паузаға қоямыз. Керек видеоның алдына апарамыз курсорды. Английскийға қоямыз, сосын GV деп тереміз. Мына YouTube дегеннің алдында тұру керек. YouTube дегеннің алдында тұру керек. Сонда мынандай бәле шығады. Get video деген, GV дегеніміз. Сонымен скачать дейміз. Мынандай нелер шығады, качествода. Максимальный качествода скачать етем десеңіз, онда приложениесін скачать ету керек. Ол рекламасы болады, ол жаман ыңғайсыз. Сондықтан біздер ең жақсы качествода мынаны скачать етіп аламыз. Так, міне загрузка жүріп жатыр, ал екінші методты көрсетейін. Сосын екеуін салыстырамыз, қайсысы жақсы екен. Және де екінші метод ол мына приложение, өте ыңғайлы приложение. Ол приложениенің аты, қазір өздеріңіздер көресіздер. Ummi Video Downloader. Басып қаламыз. Ең бірінші шыққаннан басып қаламыз. videodownloader.ummi.net дейді. Осы сайттан. Басып қаламыз. Болды. Осыдан кейін ештеңені басып керек емес, қалай установить ететін, оның бәрі құр бос әңгіме болып кетеді. Оны жауып тастай беру болады. В принципе, бұны да жауып тастауға болады. Азаттық Get video мен скачать етіп алдық. Және де Ummi Video дейді. Жаңағы скачать еткен приложениемізді ашамыз, басамыз. Сонда мынандай шығады. Жаңағы мына скачать еткен приложениемізді басымыз. Мына жерде не болмаса, мына жерде загрузкиден. Мына жерде ыңғайлы тұрғасын, мен осы жерде баса қоямын. Да. Мынандай жазулар шығады. Принять дейміз. Так, мына жерде мұқият болыңдар. Яндексті загрузить и установить Яндекс браузер дейді. Галочканы алып тастаңыз. Загрузить и установить расширение Яндекс для браузеров. Жоқ, алып тастаймыз. Загрузить и установить настройки быстрого доступа к поиску сервисам Яндекса. Алып тастайық. Загрузить и установить менеджер браузеров. Алып тастаймыз. Ол не керек емес. Өйткені Яндекс браузер көп орынды алады. Сосын оның жаңа көріп тұрғандай, мынаның өзінде 4 түрлі қасында вспомогательные нелер жүр приложение. Плюс еще Алиса бар, ол да ноутбугыңыздың көп күшін алып кетеді. Сосын және де далее завершить. Так, әрқашан ыңғайлы тұру үшін мына жерге закрепить етіп қойып. Сосын міне жабылғанда, мына приложение керемес. Жабылғанда, закрепить етіп қойғанда мына жерде сақталып тұрады. Сосын мысалға, ол не үшін жақсы мына жерде сақталып тұрғаны? Өйткені мына жерден копировать ете қоямыз. Мен бұлай көрсетейін. Копировать деп. Мынаны басып қалғанда, қосып қалғанда автоматически жаңағы копировать етілген ссылкамыз мына жерде ашылып тұр, көрдіңіз бе? Сосын мында кез келген качествода скачать етіп алады, музыкасында тартып алады, просто MP3-ді. Бізге качество керек болғандықтан максимальныймен қоямыз. То есть MP4 1080 Full HD. Кейбір видеолардың качествосы төмен болғанның кесірінен олар деген оған дейін бармайды. Осының арасынан максимальныйды таңдап аламыз да download дейміз. Так, скачанный видеос пользователей видеоларға қондырам дейді. Так, әрқашан сұрап тұр деп галочка қойып қойып, чтобы папканы қойып алу үшін келесіде автоматически скачать етпейді. Окей дейміз. Мені көріп тұрғандай загрузка жүріп жатыр.
мен осы Umi видео даунлоудерді қолданамын. Неге десеңіз, маған качество керек көбінесе. Get видео менде болады, но Get видеоның бір минусы ол качествоны түсіріп тастайды. 720 минутқа жетеді. Оның өзі жаман емес, бірақ сезіледі. Қазір көресіздер. Так, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде болды загрузка. Міне загрузка бітті. Қай жерге сақталғанын көру үшін мына жердегі лупаның суретін басамыз. Міне для настоящих мужчин дейді. Екеуін салыстыру үшін бір жерге қойып аламын. Түсіну үшін бүйтіп жазып қоямын. UV Get video, Umi видео дейді. Так, енді Get видеоны кім көрейік? Бірінші скачать етті ғой. Качествосын. Так. Міне качество осындай. Басынға білінбейтіндей болуы мүмкін. Қазір мен мынаны екеуін қатар қосып қояйын. Так, открыть с помощью проигрыватель Windows. Екі проигрывательді қатар қосып қоямын. Екі проигрывательді қатар қосып қоямын. Сонымен көреміз. Көріп тұрғаныңыздай андай бір қатты білінбейді. Міне үлкен экранға қалғанда қалай, мынаны үлкен экранға қалғанда қалай. Так, Get видеоның свойствосы. Жоқ, салыстыру үшін бүйтіп ашып көрсетейін сізге. Вид таблица. Get видео 43 килобайт, то есть 43 мегабайт. U видео, то есть Umi видео 125, то есть 300 есе көп почти. Таңдау өзіңізде, қайсысымен ыңғайлырақ, сізге качество керек па, или артық приложение керек емес пе? Тағы да методтар бар, но ең ыңғайлысы осы екеуі. Umi видео мен Get видеоның ссылкасын описанияға қалдырып кетемін. Сонымен сау саламатта болыңыздар. Біздің сабақтарды жіберіп алмаңыздар. Лайк басыңыздар, подписаться етіп қойыңыздар. Және де колокольчикті басып қойыңыз, жіберіп алмаңыздар. Алдағы уақытта жаңа ыңғайлы болып тұратын материалдарды осылай салып тұрамын. Бізбен бірге болыңыз.